Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін бізде секіріп брейнроттарды алып қайт деген ойынды ойнайтын боламыз. Мына жерде Тун Сакур және де Капучино Ассасино дейтін, ана жерде бір Потапин дейтіндер күзетіп тұр. Дәл осы жерден брейнротты алайық, мына жерде 2000 береді екен. Осымен жайлап дамитын боламыз. Достар, так что видеоны соңына дейін көріңдер. Видео өте қызықты болды деп ойлаймын. Енді осыны осы жерге әкелеміз де бұны дамытып қоямыз. Закрыть дегенді басайық. Енді мына жердегі өзіміздің әкелген брейнротымызды дамытып тастаймыз. Мына жерден біз секретмен жүгіретін алады екенбіз, жылдамдық. Жалпы секретті көп жинап, ар жақтағы секретный жерге бару керек қой. Бірақ осы бөлімде бара алады ма екенбіз, қызық болып тұр. Давай тез дамытсақ. Мына брейнротты да дамыту керек. Давай дамытсақ, 2000, 15000 уже ақшамыз бітіп қалды. Бірақ та мына брейнротым маған қазір қанша береді екен? 9000 бірдеңе береді екен. Енді осы брейнротты тағы да дамыту керек. Давай достар, міне 11000 болды. Енді одан да мықты қылып дамытып қояйық. Енді осының ақшасына біз секретін сатып аламыз. Ар жақтан барып бір бұдан да мықты брейнрот сатып аламыз. Сатып аламыз дегенде ұрлап қайтуымыз керек. Ема достар, 60 миллионға мына жерде стrawberry элефант тұрды. Бірақ біз стrawberry элефантты аламаймыз. Менде қатып жатыр ма десем, мына аяқтағылар да алынып жатыр. Бірақ ол алынбайды. Неге ол алынбайды? Бәлкім бак болып қап кеткен шығар. Давай біз бұл жерден басқа жаққа бара аламыз ба? Секіріміз жететін шығар. Жетеді екен. Мына жерде ема достар, 100 мыңдықтар ма? Уже мына тұрған 100 мыңды аба алмаймыз оны. Яқтарда уже 70 мыңдар, 90 мыңдар, бізде енді 100 мыңды абалайық. Мына жерде тұрған футугер гангстер дейма, сондайды абаламызды өзіміздің базамызға апарып дамытып тастаймыз. Бұны да енді мощный қылып дамытып тастайық. Уже біздің ақшамыз миллионға жетті. Мына фруты гангстер дегеніміз өзі 381 мың болды. Бұны негіз бұдан көп дамытсақ, көп ақша береді. Енді біздің брейнротымыз 1 миллиондық беретін болды. Бізде енді 4 миллион 700 мың бар. Енді барып скорс сатып алайық. Скорс дегенде бізге енді басы секретін болып тұрған ерде. Екеуін бірдей дамыта берейін.
Енді наяқ қарай жете алатын шығармыз деп ойлап тұрмын. Наяқ қарай енді жете алмайды екенбіз. Мына жерде енді бізде қандайлары бар? 30-40 мың, 100 мыңдықтар. Ана тұрған 20 мыңдық трайлолыны абалайық. Негізі атын айтуға болмайды, ол білесіңдер ғой мағынасын. Осыны алып алайық да өзіміздің базамызға апарып дамытайық. Бұл почти неде, мына фруто гангстерден көп беру керек. Демі дамытсадық. Бізде енді 5 миллион береді. Уже легендарныйды SX-Cola тұр ма? Сәл басқаша емес пе? Оның 1 миллион береді екен. Кайф емес пе, достар? Тез апарып тастайық та ананы. Сосын дамытсайық, бұл негізі көп береді. Енді біздің брейнротымыз 14 миллион беретін болды. Мына тұрғанда енді, неғып тұрсын, бұл сат жере салайық та, біздің мықты брейнроттар тұрғанда. Байқасаңдар, жайлап мықтылар келген сайын ең жұртын сат жеріп жатырық қой. Қазір тағы да бір мықты келсін, анау фруто гангстер деген кетеді. Бізде до конца дамытпадық әлі, ақшамыз жеткенше секретінде дамыттық. Давай енді ақшамыз таусылып қалды, қайттан жинап алып, тағы да дамыт жеріміз ау деймін. Давай. Біздің уже ақшамыз бітіп қалды. Енді тағы да бір брейнрот алып қайтайын. Мына жердегі банан брейнрот 3 миллион береді дейді ғой, тез абала салайық та. Банан SX-Colaдан жақсы ғой. Банан брейнротты біз дамытып жатырмыз, 43 миллион беретін болды, барлық ақшамызды құрып тастадық. Енді біз басқа брейнроттарды аламыз, әзір 700 миллион болды бізде. Уже 1 миллиард болды ғой. Сат жері салайық еді. Бізге керек емес бұндайлар ше. Бірде 6 миллионға мынау бар екен, бізге уже керек емес қой бұндай брейнроттар.
Просто көрейін деген мунаның төбесіне шыға аламын ба деп. Қазір шықсам, ана жерде мықты брейнроттар бар ғой. Ақшамызды жинап алып, тағы да секретін дамытып жіберейік. Жетейін деп қалып жатырық та, бірақ жете алмай қалатырық. Азғантай скорость керек болып тұр. Ана бананды алып кете салайықшы, құр қол кетпей. Енді мынау бізге 106 миллион беретін болды, надан көбейіп кетті ма, бірақтан урвен аз ғой. Біз де бұны 106 миллион қып қояйық, екеуін де бірдей беріп тұрсын. Достар, мынаның үстіне жеттік, енді біз мына жерден мықты брейнрот алып қайту керекпіз. Ана хотспот 18 миллион береді дей ма? Давай, осы алмазный хотспотты алуымыз керек. Давай, міне мына жаққа келіңдер, мына жаққа, мен мына жақтамын ғой. Қазір секіреміз, хотспотты алып кетіп қаламыз. Енді не бері қанша дамытқанда қанша береді екен, көрейік. Енді біздің хотспот 1 миллиард беретін болды ғой. Хотспот 2 миллиард қып қойдым, енді басқа брейнроттарды алуға тырысайық. Бізде енді 55 миллиард болды, бұның бәріне скорсты дамытсайық.
Енді осы брейнроттың бәрін мына крауд машинаға салып көрейікші. Мынау ұзақ уақыт болып кетуі мүмкін да. Давай достар, восстановить дей ма? Мынаны қалай істейді? Түсінікті, мына жақта екінші кнопкасы болу керек қой, қазір көрейінші. Міне. Крафт деп тұр, 4 миллиардқа істеп тастайық. 1 сағат күту керек бананы. Бопты, оны келесі бөлімде көрсететін боламын не түскенін. Біз енді басқа брейнроттарды табатын боламыз. Мына жақта 20 миллиондық стровери элефантын көріп қалдым. Енді бұны базаға апарып дамып тастау керек. Мына мутацияға енді стровери элефантын салып қойдым, мен не болатынын көрейік. Бұны 1 минут 30 секунд күтеді екенбіз. Мен 60 миллиондық вилікті алайын десем, алғызбай жатыр ғой, еді білмеймін, қалай болса да алу керек. Өкінішке орай біздің вилігіміз жоғалып кетіпті, бірақ бізге 542 миллиард беретін стровери элефанто бар. Ма достар, кайф болып кетті ғой, мынау, әдемі болып кетті ғой.
Достар, велосипед қайттан шығыпты, енді бұны алып үлгердіп кеттік, бұны апарып дамытатын боламыз. Енді менде бір ой болып тұр, бұны да мутацияға сал жерсем әдем кетейін деп тұрды. Бұны қазір сал жердім, 1 минут 30 секунд күтеміз, басқа брейнроттарды дамытамыз. Мутациямыз енді болыпты, великті алып алдық. Бұл енді бізге 15 миллиард беретін болыпты. Давай осыны тағы да сал жеретін бір ой болып тұр, менде алып аламыз. Қазір тағы да сал жерек. Бұны күткен жерімізді салмай қойын. Қазір бізде тез уақытта бұны істеп тастайтын боламыз. Давай бірінші салайық. Енді біздің мына велигіміз 3-ші левелге жетті. Мына тұрған менің Айдар Кезет деген досым, ол менің классасын. Мына жердегі брейнротты дамытып тастайық. Бізде енді 20 миллиард беретін болды. Достар, әдемі 26 болды. Бұны дамытамыз. Мынауың 2026 дейтін ұра берді о адамды. Енді бізде бұл қанша болды? 99 миллиард беретін болып кетті уже. Достар, осы жерден видеоны аяқтаймын. Видео қатты созылып кетсе кешіріңдер. Сәл өткізіп көрсеңдер болады. Давай достар, осы видеоға өздерің қалауларынша лайк басып тастаңдар. Мен келесі бөлімді соған қарай тезірек шығарамын. Қош сау болыңдар.